Шымкентте айына 20 мыңға жуық ойыншық шығады. Жергілікті кәсіпкер Рабиға Байтемірова кезінде Ираннан ойыншық тасыған. Осы зауытта ашу сол кездегі арманы. Мен бірақ Иранға барған кезімде армандаушы едім, осындай зауыттың жанында тұрам. Күн ыстық қой Иранда. Бірақ оларда жаңа барлық кәсіпкерлер бар. Құдайым осы біздің Шымкентте осы зауытты ашсам, мен Иранға қайтып келмеймін дедім. Сол бара Иранға бармадық қой. Кәсіпкер 2014 жылы жұмысын жалғыз станокпен бастаған. Қазір зауытта 12 станок бар. Оннан астам адам еңбек етеді. Олар ойыншықтың 25 түрін өндіреді. Үлкен тапсырысты 4-5 күнде, кішісін 2-3 күнде дайындайды. Өнім бағасы 600 бен 3000 теңге аралығында. Рабиға ханым барлық процесті өзі бақылайды. Шикізат қымбаттамаса бағаны өсірмейміз дейді. Өзім де газель айдай берем, машина айдай берем. Бір жерге барып сүрет алып келе берем. Өйткені адам универсал болса ше, ештеңеден жалықпайды, ештеңеден кем болмайды. Алғашында Шымкентте ойыншық зауыты бар дегенге ешкім сенбеген. Ал бүгінде өнімге еліміздің түкпір-түкпірінен тапсырыс түседі.